Сәлем, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеомызда көпшілікті алаңдататын мәселе шаштың түсуі мен ұштануы туралы әңгімелесеміз. Бұл проблемалар неліктен туындайды және олардан қалай арылуға болады? Барлығын осы видеода талқылаймыз. Бір бөлім: шаштың түсуі себептері. Шаштың түсуі көптеген адамдар үшін өзекті мәселе. Оның негізгі себептері мыналар: генетикалық факторлар, тұқым қуалайтын андрогенетикалық аллопеция ең жиі кезетін себептердің бірі. Бұл жағдайда шаш біртіндеп жұқарып түседі. Гормоналды өзгерістер, жүктілік, босанудан кейінгі кезең, менопауза және қалқанша безінің бұзылыстары шаштың түсуіне әсер етуі мүмкін. Стресс, эмоционалды немесе физикалық күйзеліс телоген эффлювиум деп аталатын шаш түсуіне әкелуі мүмкін. Тамақтану, темір, мырыш, биотин және ақуыздың жетіспеушілігі шаштың денсаулығына кері әсер етеді. Дәрі-дәрмектер, кейбір дәрілер, мысалы химиотерапия препараттары, шаштың түсуіне себеп болуы мүмкін. Екі бөлім: шаштың ұштануы себептері. Шаштың ұштануы шаштың ұштарының екіге бөлініп сынғыш болуымен сипатталады. Оның негізгі себептері: жылу әсері, фен, үтік және бұйралау құрылғыларын жиі қолдану шаштың құрылымын бұзады. Химиялық әсерлер, шашты жиі бояу, химиялық бұйралау және түзету процедуралары шашты зақымдайды. Қате күтім, шашты қатты тарау, дымқыл күйінде тарау және сапасыз сусабындар қолдану ұштануға әкеледі. Үш бөлім: шаштың түсуін емдеу жолдары. Шаштың түсуін тоқтату және алдын алу үшін келесі шараларды қолдануға болады. Дұрыс тамақтану, ақуызға, темірге, мырышқа және биотинге бай тағамдарды тұтыну маңызды. Стрессті басқару, йога, медитация және жеткілікті ұйқы стресс деңгейін төмендетуге көмектеседі. Медициналық көмек: шаштың түсуі гормоналды немесе басқа медициналық себептерге байланысты болса, дәрігермен кеңесу қажет. Шаш күтімі: шашты жұмсақ сусабындармен жуу, қатты тартпау және табиғи майлармен ылғалдандыру пайдалы. Төрт бөлім: шаштың ұштануын емдеу жолдары. Шаштың ұштануын болдырмау және емдеу үшін: ұштарын қию. Шаштың ұштарын әр 6-8 апта сайын қию ұштануды азайтады. Жылу құрылғыларын азайту, фен мен үтікті сирек қолдану немесе төмен температурада пайдалану қажет. Ылғалдандыру: табиғи майлар мен маскалар қолдану шашты ылғалдандырып, ұштануды болдырмайды. Сапалы өнімдер: сульфатсыз сусабындар мен кондиционерлер қолдану шаштың денсаулығын сақтауға көмектеседі. Қорытынды: шаштың түсуі мен ұштануы көптеген факторларға байланысты туындайтын мәселелер. Дұрыс күтім, теңгерімді тамақтану және стресс деңгейін басқару арқылы бұл проблемаларды шешуге болады. Егер мәселе жалғаса берсе, дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз.